Жиренше шешен қазақтың дәстүрлі ауыз әдебиеті арқылы халық арасына кеңінен тараған тұлға. Ол аты-аңызға айналған дала данышпаны, шешен, түркі халықтарына ортақ ойшыл. Өмірде болған тарихи тұлға, бірақ өмірбаяны туралы аз зерттелген. Жиренше шешеннің өмір сүрген жылдары белгісіз. Аңыз әңгімелер бойынша ол Қазақ хандығын құрған Әз-Жәнібек ханның тұсында өмір сүрген кісі. Бірақ тарихи шығармаларда Жәнібек ханның төңірегінде ондай адам болды деген дерек кездеспейді. Жиренше шешен сол Әз-Жәнібектің сарай биі шешені болғанға ұқсайды. Өйткені халық аузында да, тарихи шежірелерде де екеуінің есімі қатар аталып отырады. Ол туралы халық жадында сақталған аңыз әңгіменің бірі Жиренше шешен жайлы аңыз. Әз-Жәнібек хан ноғайлы жұртымен бірге Қалмақ елін де қоса билеп тұрады. Ол ел тағдырын 12 бимен ақылдасып шешіп отырады екен. Бидің үлкені баяғы Жиренше. Бұл ердің білгірлігін сынағыш хан бір күні: «Ау Жиренше, адам қалай қадірлі болады?» дейді. Қадірлі болғысы келген адамға 3 жолдас керек дейді Жиренше табан астында. Қандай жолдас? Ол бақыт, дәулет, ырыс. Ал басқа пәле қайдан? Басқа пәле тілден. Кәріліктің белгісі не деп білесің дейді хан. Қаратауға қар жауар, қарсы алдынан жел тұрар дейді Жиренше. Қыз алған қандай? Қыз өзің білесіңдер. Жеңге алған қалай? Жеңге өзім білемдер. Жесір алған қалай? Балам білердер. Бас биінің білгірлігіне хан осылайша тәнті болады екен.